қоршаған ортаға әсерді бағалау сатысында қоғамдық тыңдаулар өткізілді. Ықтимал әсерлер туралы есепке қоршаған ортаға әсерді бағалау нәтижелері бойынша қорытынды алынды. Жобаны іске асыру бойынша жабдықты жеткізушілердің құжаттаманы алу ескере отырып, егжей-тегжейлі жобалау кезінде жаңа газ өндіру зауытты пайдалану кезеңінде жобаның техникалық шешімдерін пысықтау және нақтылау орындалды. Жөндеу жүргізу кезеңіндегі әсер ескерілді. Осыған байланысты мынандай өзгерістер енгізілді. Атмосфералық ауаға ластаушы заттар шығарындыларының көрсеткіштері, түзелетін қалдықтардың түрлері мен мөлшері, су тұтыну көлемі өзгерістерде ескеретін нәтижелі ықтимал әсерлер туралы есепке енгізілген және осы қоғамдық тыңдауларға шығарылады. Жоспарланған қызметтің бастамашысы Қазақгаз өндіру зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, экологиялық жобаны әзірлеуші мекеме Қазақстан қолданбалы экология агенттігі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Мен осы қоғамдық тыңдаудың төрағасы болып табыламын және хатшы ретінде кандидатураны ұсынғым келеді. Экологиялық жобаны жасақтаушы мекеме Қазақстан қолданбалы экология агенттігі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Өзімді таныстырып өтейін. Менің аты жөнім Тұрғанбай Құрақбай Жексенбайұлы, Жаңаөзен қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясының бөлімінің басшысының орынбасарының қызметін атқарамын. Сонымен қатар бүгінгі қоғамдық тыңдаудың төрағасының және хатшы ретінде Кәленов Нұрболдың кандидатурасын ұсынамын. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Қарсы. Қазақстан Республикасы экологиялық геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 286 бұйрығымен бекітілген қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулар аумағындағы қоғамдық тыңдаулар өткізілетін тиісті әкімшілік аумақтық бірліктің ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкім аппаратының өкілдерінің төрағалық өтуімен қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган. Көзделіп отырған қызметтің бастамашысының, оның өкілінің және мүдделі жұртшылықтың қатысуымен өткізіледі делінген. Қоғамдық тыңдау мемлекеттік тілде өткізіледі. Қоғамдық тыңдаудың өту барысы бірінші қоғамдық тыңдау қатысушыларға тіркеу сағаты 14:45-тен 13:15-ге дейін. Екінші қоғамдық тыңдаудың келесілген уақытта ашылуы сағат 15:00-де. Үшіншіден қоғамдық тыңдау қатысушысын сайлау 5 минут, баяндамашының сөз сөйлеуі 15 минут. Таныстырылым мен баяндаманы талқылау қоғамдық тыңдауға қатысушылардың ескертпелері мен ұсыныстарына 25 минут. Қоғамдық тыңдаудың қорытындысын шығару 5 минут. Қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялады. Сөз кездегі экологиялық жобалар жасақтаушы Қазақстан қолданбалы экология агенттігі жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Алмахан Асқарға берілді. Таныстырылым толығымен біткеннен кейін туындаған сұрақтарға жауап беріледі. Құрметті бүгінгі қоғамдық тыңдауға қатысушылар, сіздерге қош келдік деп айтамыз. Яғни бүгін сіздердің алдарыңызға Жаңаөзен қаласындағы жаңа газ өңдеу зауытының құрылысының ықтимал әсерлер жөніндегі есеп жобасын ұсынғалы отырмыз. Яғни жаңа зауытты пайдалану кезеңіндегі өзгерістер бойынша қоғамдық тыңдау. Қоғамдық тыңдаудың мақсаты, яғни алдарыңызда көріп отырсыздар, жұртшылықты пайдалану кезеңінде техникалық шешімдер мен жабдықтардың сипаттамаларының нақтылануына байланысты нысан қызметіне өзгерістер енгізу туралы, сонымен қатар жаңа зауыттың пайдалану кезеңіндегі қоршаған ортаға әсерді бағалауды нақтылау туралы хабардар ету. Сонымен қатар жаңа зауытты одан әрі егжей-тегжейлі жобалау процесінде зауытты пайдалану сатысы үшін жабдықты жеткізушілерден алынған құжаттаманы ескере отырып, жобаның техникалық шешімдерін пысықтау және нақтылау орындалды. Жоспарлы, алдын алу және күрделі жөндеу кезіндегі әсерлер ескерілді.
Зауытты пайдалану қызметіне өзгерістер енгізілді. Осыған байланысты эмиссиялардың сандық және сапалық көрсеткіштері, түзілетін қалдықтардың түрлері мен мөлшері, су тұтыну көлемі өзгерді. 2026 жылы зауытты пайдалануды экологиялық бағалауға түзетулер жүргізілді. Экологиялық кодекстің 72 бабының 9 тармағының талаптарына сәйкес ықтимал әсерлер туралы есепте қамтылған мәліметтердің шынайы, нақты, толық және өзекті болуы қажеттілігін ескере отырып, жаңа зауытты пайдалануға байланысты бірқатар позициялар бойынша әсерді бағалауға өзгерістер енгізілді. Өзгерістерді ескере отырып, алынған нәтижелер 2026 жылғы ықтимал әсерлер туралы есепке енгізілді және осы қоғамдық тыңдауға шығарылды. Зауытты пайдалану кезіндегі ықтимал әсер ету көрсеткіштері жаңартылған деректер негізінде нақтыланды. Есептеу нәтижелері эмиссиялар мен қалдықтардың кейбір сандық және сапалық көрсеткіштерінде өзгерістер көрсетті. Сонымен қатар ықтимал әсер ету ауқымы, яғни қарқындылығы, аумақтық, уақытша және пайдалану кезеңіндегі қоршаған ортаға елеулі әсер етудің маңыздылығы өзгеріссіз қалды. Құрылыс кезеңі үшін елеулі өзгерістер жоқ. Әсерлер 2025 жылы алынған, яғни былтыр өткізілген қоғамдық тыңдаудың экологиялық рұқсаттарға сәйкес келеді. Яғни бұл жерде 2025 жылдағы саны мен нөмірі көрсетілген. Сонымен қатар алдарыңызда өзгерістер туралы мәліметтер, яғни талап бойынша экологиялық кодекстің жаңа айтып кеттім 72 бабының 5 тармағына сәйкес ықтимал әсерлер туралы есепте қамтылған мәліметтер ақпарат сапасы жөніндегі талаптарға сәйкес келуі, оның ішінде дұрыс, дәл, толық және өзекті болуы тиіс. Толықтай жобалауды жүргізу барысында жабдықтарға жоспарлы қызмет көрсету, жоспарлы алдын алу жөндеулері кезеңінде, яғни 2-4 жылда бір рет зауытты ықтимал әсер ету көрсеткіштері нақтыланды. Жүргізілген есептеулер нәтижесінде атмосфералық ауаға шығарылатын эмиссиялардың сандық және сапалық сипаттамаларында, сондай-ақ түзілетін қалдықтардың құрамы мен көлемінде және су тұтыну көлемінде өзгерістер анықталды. Сонымен қатар 2026 жылы зауытты пайдаланудың экологиялық бағалауына түзетулер енгізілді. Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезеңінде эмиссиялар, қалдықтар және ықтимал әсерлер көрсеткіштері алынған экологиялық рұқсаттың талаптарына сәйкессіз және өзгеріссіз қалды. Келесі слайд. Жоба туралы жалпы мәлімет, яғни алдарыңызда көріп отырсыздар, жаңа зауытты іске қосудың негізгі мақсаттары өзгерген жоқ. Яғни бұл алдымызда айтып кеткендей газды тереңдетіп өңдеу және тауар өнімін ұлғайту арқылы көмірсутек шикізатын пайдалану тиімділігін арттыру. Сонымен қатар Қазақстанның батыс өңірінде мұнай химия кластерінің құрылуы аталған өңірдің өнеркәсібі мен экономикасының дамуындағы маңызды жаңа кезеңге айналады. Маңғыстау облысының тұрғындары мен өңірдегі өнеркәсіптерге газ өңдеу өнімдерін ұзақ мерзімді және үздіксіз жеткізуді қамтамасыз ету. Жаңа зауыттың өнеркәсіптік экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып, сонымен қатар Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарының талаптарын сақтай отырып жұмыс істейтін болады. Жаңа зауыт ең үздік қолжетімді технологиялардың талаптарына сәйкес жұмыс істейді. Жоба туралы жалпы мәлімет, яғни алдарыңызда көріп отырсыздар, бірінші жобалық қуаттылығы, яғни газды өңдеу қуаттылығы жылына 9 миллион метр кубты құрайды. Жобаға тапсырыс беруші Қазақ газ өңдеу зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, яғни Қазмұнайгаз акционерлік қоғамының 100% еншілес компаниясы болып табылады. Іске асыру мерзімдері өздеріңіз көріп отырсыздар, 2027 жыл құрылыс жұмыстарының аяқталуы және зауытты пайдалануға беру. Шығаратын өнімдері өнеркәсіптік және коммуналдық тұрмыстық мақсаттағы табиғи жанғыш газ, коммуналдық тұрмыстық тұтынуға арналған сұйытылған көмірсутекті отындық газ, автомобиль көлігіне арналған сұйытылған көмірсутекті газ,
пентан, гексан фракциясы, сонымен қатар техникалық күкірт. Келесі жоба. Яғни алдарыңызда тағы да көріп отқандай зауыттың орналасу схемасы берілген. Яғни бұл жерде Жаңаөзен қаласының өнеркәсіптік аймағында орналасқан және қала мен автомобиль теміржол инфрақұрылымын байланыстырады. Каспий теңізіне, яғни оның су қорғау аймағы мен су қорғау белдеуіне дейінгі қашықтық 60 километрден асады. Яғни теңіздің су қорғау белдеуіне ешқандай әсері болмайды. Жаңа зауыттың аумағымен ықтимал әсер етуі мүмкін аймақ ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды, орман қорын және сулы батпақты жерлерді қамтымайды, яғни ешқандай тиіспейді. Жаңа зауыттың шекараларында мәдени мұра объектілері, курорттық және демалыс аймақтары жоқ. Сонымен қатар трансшекаралық әсер бойынша Түркменстан Республикасымен шекараға дейінгі арақашықтық шамамен 130 километрді құрайды. Келесі жоба. Яғни алдарыңызда тағы да жобаның аумағы көрсетілген. Бұл жерде жаңа зауыттың Жаңаөзен қаласының өнеркәсіптік индустриялық аймағында орналасатын болады. Жақын маңдағы тұрғын аймақ, яғни 300 метр шақырымда орналасқан. Яғни алдарыңыздағы схемадан көруге болады, қолданыстағы зауыт пен жаңа зауыттың сызбасы. Келесі жоба. Яғни жаңа зауыттың нысандарының орналасу жоспары бұл жерде жаңа схемада көрсетіліп тұр. Жаңа зауыттың құрамына қарай келесідей нысандар кіреді. Яғни бірінші негізгі технологиялық нысандар, яғни газды қайта өңдеу қондырғысы, алау қондырғысы және тағы басқалар. Жалпы зауыттық шаруашылық нысандары, бұның ішінде сумен жабдықтау, кәріз желілері, тауарлық шикізат паркі, автомобиль және теміржол, ағызу, құю эстакадалары және тағы басқалар. Сонымен қатар бұл жерде әкімшілік шаруашылық аймақтарының нысандары болады. Яғни бұлар теміржол инфрақұрылымы нысандары болады, энергетикалық инфрақұрылым, сонымен қатар ішкі желілік нысандар, яғни су құбырлары, құбыр желілері, автожолдар және тағы да басқалар. Келесі слайд, өздеріңіз көріп отырсыздар, біздің бүгінгі тақырып экологиялық бағалау болғаннан кейін, экологиялық кодекстің 65-ші бабының талаптарына сәйкес ықтимал әсерлер туралы есепте қажетті материалдар жинақталған. Бұрынғы жүргізілген әсерді бағалаудағы өзгерістерді, яғни эмиссия көрсеткіштері, қалдықтардың пайда болуы, сонымен қатар су тұтыну нақтыланған. Солардың барлығын ескере отырып, әсерлерді экологиялық бағалау жүйеге асырылды. Экологиялық бағалау Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарына сәйкес орындалды. Яғни Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 71-ші бабының 4-ші тармағы экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулық. Яғни бұл нұсқаулықты Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар министрінің нөмірі 42-ші бұйрығымен шығарылған. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар министрлігінің қоршаған ортаға әсерді бағалауды қамту саласын айқындау туралы алынған қорытындыдағы ұсынымдар ескерілді. Келесі слайдтан көріп отқаныңыздай, яғни тақырыбы зауыттың пайдалану кезіндегі атмосфералық ауаға күтілетін әсерлер. Яғни шығарындылар көздері, 65 шығарындылар көздері, оның ішінде 25 ұйымдастырылған және 40 ұйымдастырылмаған. Ластаушы заттар тізбесі, яғни атмосфераға жиынтықтың 12 тобын қалыптастыратын қауіптіліктің 1-4 сыныптарға жататын 40 атаулы ластаушы зат түсетін болады. Ластаушы заттар шығарындыларының көлемі шамамен 1973 тоннаны құрайды. Оның ішінде 955 тонна штаттық жұмыс режимінде, 1018 тонна жөндеу жұмыстарын жүргізу кезеңінде бөлінеді. Сонымен қатар астындағы слайдта көрсетіліп тұр ластаушы заттардың шығарындыларының құрамы. Яғни барлық шығарындылардың 98% 5 негізгі ластаушы заттарға келеді. Көміртек оксиді, азот диоксиді, көмірсутегі, азот оксиді, күкірт диоксиді. Келесі слайд.
Атмосфералық ауаға күтілетін әсерлер, яғни ең үлкен әсер ету аумағы. Әсер ету аумағының ең жоғарғы радиусы 830 метрді құрайды, және ол санитарлық қорғаныс аймағы шегінде, яғни 1000 метр. Тұрғын аймақтағы, яғни Жаңаөзен қаласындағы ең жоғарғы шоғырлану, яғни концентрация, азот оксиді, диоксиді мен күкірт диоксиді жиынтығы тобы бойынша байқалады. Яғни 495 шектеулі жиынтықтан фондық шоғырлануды ескере отырып құрайды. Атмосфералық ауаға әсер етуді бағалау қорытындысы, яғни әсерінің қарқындылығы, қаншалықты әсер болатындығы қалыпты, әсер ауқымы шектелген, 379 км квадратты құрайды. Әсер ету кезеңі көп жылдық, маңыздылық санаты орташа болып келеді. Су тұтыну, су бұру, яғни сумен жабдықтау көлемі су тұтыну нормаларына сәйкес есептелді. Сумен жабдықтау көзі Түйесу, Жаңаөзен қолданыстағы ауыз су магистралдық су ағары болып табылады. Ауыз су қажеттіліктері үшін бөтелкедегі су пайдаланатын болады. Сол себепте жергілікті су көздеріне су алынбайды. Көріп отырсыздар схемадан, яғни тұтыну бойынша, яғни су тұтыну, шаруашылық ауыз су қажеттілігіне, өрт сөндіру жүйесін сумен жабдықтауға, өндірістік қажеттіліктерге. Сонымен қатар су бұру, шаруашылық тұрмыстық сарқынды сулар кәріздік сорғы станциясына жіберіледі, және қысымды құбыр арқылы қолданыстағы магистралдық кәріздік желіге айдалады. Кейіннен шарт бойынша қолданыстағы қалалық кәріздік тазарту құрылымдарына жіберіледі. Өндірістік сарқынды сулар жиналады, және алдын ала жергілікті тазарту құрылымдарында тазартылады. Содан кейін қойнауқат қысымын ұстап тұру мақсатында қойнауқатқа айдау үшін шарт негізінде арнайы мекемелерге берілетін болады. Ластаушы заттардың рұқсат етілген төгінділердің нормативтері белгіленбейді, өйткені жаңа зауытты пайдалану кезінде барлық сарқынды суларды шарт негізінде арнайы ұйымдарға беру жоспарланған. Қалдықтарды басқару, яғни алдарыңызда қалдықтардың түзілу көздері көрсетілген. Бірінші, технологиялық жабдықтарды пайдалану, қалдықтардың түзілу көздері, техникалық қызмет көрсету және жөндеу, сонымен қатар персоналдардың тіршілігі. Қалдықтардың түрлері, яғни қалдықтардың жинақталуының шекті мөлшері, зауытты пайдалану кезінде жылына 391 тоннаға жуық, оның ішінде жылына 219 тоннаға жуық қауіпті, және жылына 172 тоннаға жуық қауіпсіз өндіріс және тұтыну қалдықтары түзіледі деп күтілуде. Яғни өндіріс қалдықтары жылына 293 тоннаға жуық деп біз айтып кеттік. Пайдаланылатын майлар мен май сүзгілері, ластанған шүберектер және пайдаланылған қорғаныс киімдері, металл сынықтары және пайдаланылған жабдықтар, пайдаланылған сүзгі элементтері, пайдаланылған адсорбенттер мен катализаторлар, химиялық реагенттердің қалдықтары және ластанған құтылар. Сонымен қатар тұтыну қалдықтары, яғни жылына 98 тоннаға жоқ, олардың ішінде аралас коммуналдық қалдықтар, қағаз және картон қалдықтары, пластик қалдықтары, сонымен қатар медициналық қалдықтар. Және қалдықтардың жинақталуы, жеке жинау, алаңдарды уақытша жинақтау, белгі қойылған контейнерлер, яғни сақтау мерзімі 6 айға дейін, 6 айдан аспау керек. Қалдықтардың түзілуін есептеу, сонымен қатар барлық жиналған қалдықтар шарт негізінде арнайы мердігер ұйымға жіберіледі. Ықтимал әсерлер, яғни физикалық факторлар, зауыттың объекттерінің қоршаған ортаға ықтимал елеулі әсер етудің негізгі физикалық факторы шу болып табылады. Пайдалану кезінде шу көздері өндірістік жабдық, темір жол және автомобиль көлігі болады. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің санитариялық қағидаларына сәйкес тұрғын үй аймағына аумағы үшін шудың нормативті деңгейі күндізгі 55 децибелді құраса, түнгі 45 децибелді құрайды. Шудың таралуын модельдеу нәтижелерін талдау келесідей нәтижелерді көрсетті. Яғни алдын ала расчет дейді, есептік
санитарлық қорғау аймағында шекарасында 1 километрге тең шу деңгейі 34 децибелді құрайды, яғни нормативтен төмен. Өйткені біз 55-ті көрсетсек, 35-34 әлдеқайда төмен. Жақын тұрған аймақта, яғни 3-3 километр қашықтықта шудың деңгейінде нормативтік мәндерден төмен болады. Қоршаған орта компоненттеріне әсерді бағалау қорытындылары. Яғни, жүргізілген әсерді бағалау, зауытты пайдалану кезеңінде қоршаған ортаға келесідей ықтимал әсерлерді анықтады. Атмосфералық ауа, ластаушы заттардың шығарындылары, газ тәріздес және қатты заттармен ластану. Су объектілері, жаңа айтып кеттік, ең жақын су объектісі Каспий теңізі, ол 60 километрден астам қашықтықта орналасқан. Жер үсті және жер асты көздерінен су алу жоспарланбайды, жер үсті суларына әсер ету күтілмейді. Жер асты суларына әсерлер гидродинамикалық режимнің бұзылуы немесе ластану түрінде пайда болуы мүмкін. Жер ресурстары мен топырақтар. Жаңа зауыттың аумағы өнеркәсіптік аймақ болып табылады. Яғни, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді бөлу қарастырылмайды. 41 гектарға жуық аумақты игерудің шартты шекарасындағы алаңда жаңа зауыт үшін жер бөлу жоспарлануда. Биоәр өсімдік және жануарлар дүниесі. Биологиялық ресурстарды пайдалану жоспарланбаған, мекендеу ортасының бұзылуы мүмкін, топырақ өсімдік жануғысының механикалық бұзылуы, атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарылуы және алаңдаушылық факторларының әсері. Сонымен қатар табиғи орта компоненттеріне негізгі елеулі әсерлерді бағалау нәтижелері, яғни алдарынан көріп тұрсыздар, әсерлер түрі, атмосфералық ауа, жер асты сулары, ластану, топырақ жер ресурстары, топырақтың ластануы, жер бөлу. Сонымен қатар әсердің маңыздылық санаты орташа, төмен, биоәруандылық бойынша өсімдіктерге маңыздылығы төмен, жануарлар дүниесі бойынша, яғни физикалық факторлар маңыздылығы төмен болып көрсетіледі. Әсерлерді бағалау нәтижелері келесілерді көрсетті. Зауытты пайдалану кезінде орташа және төмен маңыздылық тұрғысындағы әсерлер күтілуде. Ықтимал әсерлердің ауқымы мен санаттарының өзгеруі байқалмады. Трансшекаралық әсер күтілмейді. Өйткені бізде трансшекаралық ең жақын орналасқан Түркменстан болғаннан кейін оның қашықтығы 100 км екенін айтып кеттік. Келесі слайд. Ықтимал әсерлер, әлеуметтік экономикалық аспектілер, яғни әсерді бағалауды жүргізу кезінде негізгі объектілердің бірі әлеуметтік экономикалық аспектілер болып табылады. Атмосфералық ауаның ластануы және шудың әсері халыққа ықтимал теріс әсер болуы мүмкін. Жүргізілген есептеулер мен модельдеу ауа мен шудың ластануынан халыққа елеулі әсер ету күтілмейтінін көрсетті. Ол әсерлер еңбекпен қамтуға байланысты болады, яғни жаңа жұмыс орындары құруы, яғни ашылуы, және персоналдың табысын ұлғайту, жергілікті халықтың әл-ауқатының артуымен және өмір сүру жағдайларының жақсаруымен шегеленетін болады. Жаңа зауыттың жұмыскерлерден басқа одан әрі зауытты пайдалануды қамтамасыз ететін кәсіпорындар жұмыс істейтін болады, яғни жергілікті кәсіпорындар. Зауыттың құрылысы өңірдің экономикалық және әлеуметтік дамуына мультипликативті әсер етеді. Жұмысқа тартылатын персоналдар міндетті медициналық куәландырудан және тұрақты медициналық тексеруден өтеді. Бұл жақын маңдағы елді мекендерде қауіпті жұқпалы аурулардың дамуын болдырмаудың алдын алады. Сондықтан жоспарланған қызмет іс жүзінде санитарлық эпидемиологиялық жағдайға әсер етпейді. Әлеуметтік экономикалық салада жергілікті мамандарды, материалдар мен қызмет көрсету салаларын тартудың, жергілікті кадрларды оқытудың, жаңа технологияларды игерудің, сондай-ақ бюджетке салықтар аударылатындығын ескере отырып, жаңа зауыттың құрылысы мен оны пайдалануда орын алатын жұмыстардан оң нәтиже күтілуде. Пайдалану кезіндегі табиғатты қорғау шаралары, яғни технологиялық шешімдер, қосылыстардың жоғары герметикалығы бар модульдік зауыттық жүйелерді қолдану, ең озық қолсетімді және экологиялық талаптарға сәйкес келетін заманауи жабдықтарды қолдану,
жүйелердің герметикалық арттыру үшін дәнекерленген қосылыстарды қолдану, ұзақ уақыт апатсыз пайдалану үшін материалдар таңдау, қолданыстағы инфрақұрылым мен инженерлік желілерді барынша пайдалану, жабдықтарды қорғау және апатты болдырмау. Бұл жерде жабдықтар мен құбыр желілерін тоттанудан және артық қысымнан қорғау, бақылау, диагностика және уақытылы техникалық қызмет көрсету, алдын ала сақтандырғыш клапандар және алау жүйесіне авариялық төгінділер, газдар мен булардың жарылыс қаупі бар шоғырлануын автоматты бақылау, сонымен технологиялық процесті басқарудың сенімді және қайталанатын жүйесі, ағып кетуді жедел анықтау және жою, авариялық резервуарлар мен авариялық төгілуден қорғау көзделген. Атмосфералық ауаны қорғау, жабдықтар жұмысының тиімді режимдері есебінен ластаушы заттар шығарындыларын төмендету, яғни бәсеңдету, көмірсутектерді тұту және технологиялық процеске қайтару. Алау жүйесінде авариялық төгінділерді қауіпсіз жағу, су ресурстарын қорғау, сарқынды суларды жинау мен бұрудың заманауи жүйесі, жерасты құрылыстар мен желілерін гидроизоляциялау және герметизациялау, ластанған сарқынды суларды жер беттеріне және су объектілеріне ағызуды болдырмау, су шығын есепке алу және суды пайдалану тиімділігін бақылау. Қалдықтармен жұмыс, қалдықтарды бөлек жинау, арнайы жабдықталған орындарда уақытша жинақтау, қалдықтарды мамандандырылған ұйымдарға беру, сонымен қатар қалдықтардың пайда болуын, сақталуын, берілуін және кәдеге жаратылуын есепке алу. Пайдалану кезіндегі табиғатты қорғау шаралары бойынша бұл жерде биоәралуандылыққа байланысты айтылады. Жобалау кезінде биологиялық әралуандылықты сақтау шараларына ерекше назар аударылды. Аталған жалпы табиғатты қорғау шараларынан басқа биологиялық әралуандылыққа әсерді азайтатын бірқатар іс-шараларды орындау көзделген. Яғни бірінші қолданыстағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда су қорғау аймақтарының белдеулерінен алыс қашықтықта зауыт үшін алаң таңдау. Жаңа зауыттың Жаңаөзен қаласының өнеркәсіптік аймағында орналасады деп жоспарланды. Табиғи тіршілік ететін орындар ең төменгі дәрежеде тиесілетін болады. Зауыттың аумағында түнгі уақытта жарықты оңтайландыру. Жобада көлемді жоспарлау шешімдері әзірленеді, орын жайларды тиісті дыбыстық оқшаулау көзделеді. Жануарлардың өздеріне қауіп төндіретін объектілерге, яғни қалдықтарды орналастыру орындары, алау алаңы және тағы басқаларға кіруін болдырмау. Өндірістік учаскелерде жануарларды тартуға, тамақтандыруға немесе ұстауға жол бермеу. Қозғалыстарды шығару жүйелері үшін сөндіргіштерді пайдалану, жануарлардың қырылуының алдын алу және шаңдануды азайту мақсатында жобада автокөліктің жылдамдық режимін бақылау. Бөлінген жерлерді қалпына келтіру жөніндегі іс-шараларды орындау, зауыт аумағында жоспарланған көгалдандыруды жүзеге асыру, санитарлық қорғаныс аймағын көгалдандыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі. Сонымен қатар жануарларды аулауға және атуға тыйым салу. Өндірістік экологиялық бақылау, яғни өндірістік экологиялық бақылау объектіні пайдалану кезіндегі негізгі табиғатты қорғау шараларының бірі болып табылады. Өндірістік мониторинг өндірістік экологиялық бақылаудың элементі болып табылады. Өндірістік экологиялық бақылау негізгі міндеттері деректерді жинау, тұрақты бақылауларды жүзеге асыру және теріс әсерді болдырмау, азайту және жою бойынша уақытылы шаралар қабылдау. Мақсатында өндірістік қызметтің қоршаған ортаның жай-күйіне әсерін талдау және бағалау болып табылады. Өндірістік бақылау келесілерден тұрады, яғни астында көрініп тұр: атмосфералық ауа, топырақ, жерасты сулары, биоәралуандылық, өсімдік, яғни жануарлар дүниесі, сонымен қатар сарқынды сулар мен қалдықтар. Шешімдер, яғни қорытындыға келгенде айтатынымыз, әсерді бағалау жұмыстарының көлемі заңнама талаптарына сәйкес келеді. Ықтимал әсерлер есебінде әсер етудің ықтимал түрлері талданып, экологиялық бақылауды, мониторингті ұйымдастыру бойынша ұсыныстар берілді. Қабылданатын жобалық шешімдер Қазақстан Республикасының экологиялық саясатының орнықты табиғат пайдалану талаптарына сәйкес келеді. Ықтимал әсерлердің ауқымы мен санаты өзгерген жоқ. Ықтимал әсерлер төмен және орташа мәндегі диапазонда болады, яғни ұқсас етілген шекте екендігін көрсетеді. Штаттық кезде пайдалануда экологиялық қауіпсіздікке сәйкестігі туралы айтуға мүмкіндік береді.
көзделген табиғат қорғау іс-шараларын кешенін орындаған жағдайда жоспарланған қызмет нәтижесінде туындайтын қоршаған ортаға әсер ету аудан экожүйесінің жай-күйіне және әлеуметтік экономикалық аспектілерге қайтымсыз зардаптар тигізбейді. Жобалық шешімдерді іске асыру белгіленген тәртіптерді сақтай отырып және келесідей шарттарды міндетті түрде орындау барысында мүмкін болады. Яғни зауытты апатсыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету, барлық қойылған экологиялық талаптарды сақтау, сонымен қатар өндірістік экологиялық бақылауды орындау. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Басқа да сұрақ пен ұсыныстарыңыз болса, халықтан, ватан басшылардан. Осы қоғамдық тыңдауға табиғат ресурстар және департаменттер қатысып жатыр. Егер сізде сұрақтарыңыз бар ма, жоқ па? Осы қоғамдық тыңдауға табиғат ресурстар және департамент экология қатысып жатыр онлайн ретінде. Егер сізде сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз бар ма, жоқ па? Табиғат ресурстар, сұрақтарыңыз бар ма? Департамент экология Маңғыстау бойынша сұрақтар жоқ дейді. Басқа да сұрақ, ұсыныс ескертулер болмаса, қоғамдық тыңдауды өткізілді деп тану жайында дауыс берулеріңізді сұралады. Қоғамдық тыңдауда қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Қоғамдық тыңдауды жабық деп жариялаймыз.
Қоғамдық тыңдауға қатысушылар 2025 жылы жобаланатын жаңа газ өңдеу зауыты қоршаған ортаға әсері бағалау сатысында қоғамдық тыңдаулар өткізілді. Ықтимал әсерлер туралы есепке қоршаған ортаға әсері бағалау нәтижелері бойынша қорытынды алынды. Жобаны іске асыру бойынша жауапты жеткізушілердің құжаттаманы алу ескере отырып егжей-тегжейлі жобалау кезінде жаңа газ өңдеу зауыты пайдалану кезеңінде жобаның техникалық шешімдерін пысықтау және нақтылау орындалды. Жөндеу жүргізу кезеңіндегі әсер ескерілді. Осыған байланысты қандай өзгерістер енгізілді? Атмосфералық ауаға ластаушы заттар шығарындыларының көрсеткіштері, түзілетін қалдықтардың түрлері мен мөлшері, су тұтыну көлемі өзгерістерде ескеретін нәтижелер, ықтимал әсерлер туралы есепке енгізілген және осы қоғамдық тыңдауларға шығарылады. Жоспарланған қызметтің бастамашысы Қазақгаз өңдеу зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Экологиялық жобаны әзірлеуші мекеме Қазақстан қолданбалы экология агенттігі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Мен осы қоғамдық тыңдаудың төрағасы болып табыламын және хатшы ретінде кандидатураны ұсынғым келеді. Экологиялық жобаны жасақтаушы мекеме Қазақстан қолданбалы экология агенттігі жауапкершілігі серіктестігі. Өзімді таныстырып өтейін. Менің аты-жөнім Тұрғанбай Рақышбай Жексенбайұлы, Жаңаөзен қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы басшысының орынбасары қызметін атқарамын. Сонымен қатар бүгінгі қоғамдық тыңдаудың төрағасы және хатшы ретінде Әлемдік Нұрболдың кандидатурасын ұсынамын. Дауыс беруге қарсы. Қазақстан Республикасы экологиялық геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 286 бұйрығымен бекітілген қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулар аумағындағы қоғамдық тыңдаулар өткізілетін тиісті әкімшілік аумақтық бірліктің ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкім аппаратының өкілдерінің төрағалық өтуімен қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган. Көзделіп отырған қызметтің бастамашысының оның өзінің және мүдделі жұртшылықтың қатысуымен өткізіледі делінген. Қоғамдық тыңдау мемлекеттік түрде өткізіледі. Қоғамдық тыңдаудың өту барысы бірінші қоғамдық тыңдау қатысушылар тіркеу сағаты 14:45-тен 13:15-ге дейін. Екінші қоғамдық тыңдаудың кездесілген уақытында ашылуы сағат 15:00-де. Үшіншіден қоғамдық тыңдау қатысушысының сайлауы 5 минут, баяндамашының сөз сөйлеуі 15 минут, таныстырылым мен баяндаманы талқылау қоғамдық тыңдауға қатысушылардың ескертпелері мен ұсыныстарына 25 минут. Қоғамдық тыңдаудың қорытындысын шығару 5 минут. Қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялады. Сөз кездегі экологиялық жобалар жасақтаушы Қазақстан қолданбалы экология агенттігі жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Алмаханов Асқарға берілді. Таныстырылым толығымен біткеннен кейін мұндай сұрақтарға жауап беріледі. Құрметті бүгінгі қоғамдық тыңдауға қатысушылар, сіздерге қош келдік деп айтамыз.
Яғни бүгін сіздердің алдарыңызға Жаңаөзен қаласындағы жаңа газ өңдеу зауытының құрылысының ықтимал әсерлер жөніндегі есеп жобасын ұсынғалы отырмыз. Яғни жаңа зауытты пайдалану кезеңіндегі өзгерістер бойынша қоғамдық тыңдау. Қоғамдық тыңдаудың мақсаты, яғни алдарыңызда көріп отырсыздар, жұртшылықта пайдалану кезеңінде техникалық шешімдер мен жабдықтардың сипаттамаларының нақтылануына байланысты нысан қызметіне өзгерістер енгізу туралы, сонымен қатар жаңа зауыттың пайдалану кезеңіндегі қоршаған ортаға әсерді бағалауды нақтылау туралы хабардар ету. Сонымен қатар жаңа зауытты одан әрі егжей-тегжейлі жобалау процесінде зауытты пайдалану сатысы үшін жабдықты жеткізушілерден алынған құжаттаманы ескере отырып, жобаның техникалық шешімдерін пысықтау және нақтылау орындалды. Жоспарлы, алдын алу және күрделі жөндеу кезіндегі әсерлер ескерілді. Зауытты пайдалану қызметіне өзгерістер енгізілді. Осыған байланысты эмиссиялардың сандық және сапалық көрсеткіштері, түзілетін қалдықтардың түрлері мен мөлшері, су тұтыну көлемі өзгерді. 2026 жылы зауытты пайдалануды экологиялық бағалауға түзетулер жүргізілді. Экологиялық кодекстің 72 бабының 9 тармағының талаптарына сәйкес ықтимал әсерлер туралы есепте қамтылған мәліметтердің шынайы, нақты, толық және өзекті болуы қажеттілігін ескере отырып, жаңа зауытты пайдалануға байланысты бірқатар позициялар бойынша әсерді бағалауға өзгерістер енгізілді. Өзгерістерді ескере отырып, алынған нәтижелер 2026 жылғы ықтимал әсерлер туралы есепке енгізілді және осы қоғамдық тыңдауға шығарылды. Зауытты пайдалану кезіндегі ықтимал әсер ету көрсеткіштері жаңартылған деректер негізінде нақтыланды. Есептеу нәтижелері эмиссиялардың, қалдықтардың кейбір сандық және сапалық көрсеткіштерінде өзгерістер көрсетті. Сонымен қатар ықтимал әсер ету ауқымы, яғни қарқындылығы, аумақтық, уақытша және пайдалану кезеңіндегі қоршаған ортаға елеулі әсер етудің маңыздылығы өзгеріссіз қалды. Құрылыс кезеңі үшін елеулі өзгерістер жоқ. Әсерлер 2025 жылы алынған, яғни былтыр өткізілген қоғамдық тыңдаудың экологиялық рұқсаттарға сәйкес келеді. Яғни бұл жерде 2025 жылдағы саны мен нөмірі көрсетілген. Сонымен қатар алдарыңызда өзгерістер туралы мәліметтер, яғни талап бойынша экологиялық кодекстің жаңа айтып кеттім 72 бабының 5 тармағына сәйкес ықтимал әсерлер туралы есепте қамтылған мәліметтер ақпарат сапасы жөніндегі талаптарға сәйкес келуі, оның ішінде дұрыс, дәл, толық және өзекті болуы тиіс. Толықтай жобалауды жүргізу барысында жабдықтарға жоспарлы қызмет көрсету, жоспарлы алдын алу жөндеулері кезеңінде, яғни 2-4 жылда бір рет зауытты ықтимал әсер ету көрсеткіштері нақтыланды. Жүргізілген есептеулер нәтижесінде атмосфералық ауаға шығарылатын эмиссиялардың сандық және сапалық сипаттамаларында, сондай-ақ түзілетін қалдықтардың құрамы мен көлемінде және су тұтыну көлемінде өзгерістер анықталды. Сонымен қатар 2026 жылы зауытты пайдаланудың экологиялық бағалауына түзетулер енгізілді. Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезеңінде эмиссиялар, қалдықтар және ықтимал әсерлер көрсеткіштері алынған экологиялық рұқсаттың талаптарына сәйкессіз және өзгеріссіз қалды. Жоба туралы жалпы мәлімет, яғни алдарыңызда көріп отырсыздар, жаңа зауытты іске қосудың негізгі мақсаттары өзгерген жоқ. Яғни бұл алдымызда айтып кеткендей газды тереңдетіп өңдеу және тауар өнімін ұлғайту арқылы көмірсутек шикізатын пайдалану тиімділігін арттыру. Сонымен қатар Қазақстанның батыс өңірінде мұнай химия кластерінің құрылуы аталған өңірдің өнеркәсібі мен экономикасының дамуындағы маңызды жаңа кезеңге айналады. Маңғыстау облысының тұрғындары мен өңірдегі өнеркәсіптерге газ өңдеу өнімдерін ұзақ мерзімді және үздіксіз жеткізуді қамтамасыз ету. Жаңа зауыттың өнеркәсіптік экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып,
Сонымен қатар Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарының талаптарын сақтай отырып жұмыс істейтін болады. Жаңа зауыт ең үздік қолжетімді технологиялардың талаптарына сәйкес жұмыс істейді. Жоба туралы жалпы мәлімет, яғни алдарыңызда көріп отырсыздар, бірінші жобалық қуаттылығы, яғни газды өңдеу қуаттылығы жылына 9 миллион метр кубты құрайды. Жобаға тапсырыс беруші Қазақ газ өңдеу зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, яғни Қазмұнайгаз акционерлік қоғамының 100% еншілес компаниясы болып табылады. Іске асыру мерзімдері өздеріңіз көріп отырсыздар, 2027 жыл құрылыс жұмыстарының аяқталуы және зауытты пайдалануға беру. Шығаратын өнімдері өнеркәсіптік және коммуналдық тұрмыстық мақсаттағы табиғи жанғыш газ, коммуналдық тұрмыстық тұтынуға арналған сұйытылған көмірсутекті отындық газ, автомобиль көлігіне арналған сұйытылған көмірсутекті газ, пентан, гексан фракциясы, сонымен қатар техникалық күкірт. Яғни алдарыңызда тағы да көріп отқандай зауыттың орналасу схемасы берілген. Яғни бұл жерде Жаңаөзен қаласының өнеркәсіптік аймағында орналасқан және қала мен автомобиль теміржол инфрақұрылымын байланыстырады. Каспий теңізіне, яғни оның су қорғау аймағы мен су қорғау белдеуіне дейінгі қашықтық 60 километрден асады. Яғни теңіздің су қорғау белдеуіне ешқандай әсері болмайды. Жаңа зауыттың аумағымен ықтимал әсер етуі мүмкін аймақ ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды, орман қорын және сулы батпақты жерлерді қамтымайды, яғни ешқандай тиіспейді. Жаңа зауыттың шекараларында мәдени мұра объектілері, курорттық және демалыс аймақтары жоқ. Сонымен қатар трансшекаралық әсер бойынша Түркменстан Республикасымен шекараға дейінгі арақашықтық шамамен 130 километрді құрайды. Яғни алдарыңызда тағы да жобаның аумағы көрсетілген. Бұл жерде жаңа зауыттың Жаңаөзен қаласының өнеркәсіптік индустриялық аймағында орналасатын болады. Жақын маңдағы тұрғын аймақ, яғни 3 километр 300 метр шақырымда орналасқан. Яғни алдарыңыздағы схемадан көруге болады, қолданыстағы зауыт пен жаңа зауыттың сызбасы. Келесі жоба. Яғни жаңа зауыттың нысандарының орналасу жоспары бұл жерде жаңа схемада көрсетіліп тұр. Жаңа зауыттың құрамына қарай келесідей нысандар кіреді. Яғни бірінші негізгі технологиялық нысандар, яғни газды қайта өңдеу қондырғысы, алау қондырғысы және тағы басқалар. Жалпы зауыттық шаруашылық нысандары, бұның ішінде сумен жабдықтау, кәріз желілері, тауарлық шикізат паркі, автомобиль және теміржол, ағызу, құю эстакадалары және тағы басқалар. Сонымен қатар бұл жерде әкімшілік шаруашылық аймақтары нысандары болады, яғни бұлар теміржол инфрақұрылымы нысандары болады, энергетикалық инфрақұрылым, сонымен қатар ішкі желілік нысандары, яғни су құбырлары, құбыр желілері, автожолдар және тағы да басқалар. Келесі слайд, өздеріңіз көріп отырсыздар, біздің бүгінгі тақырып экологиялық бағалау болғаннан кейін, экологиялық кодекстің 65-ші бабының талаптарына сәйкес ықтимал әсерлер туралы есепте қажетті материалда жинақталған. Бұрынғы жүргізілген әсерді бағалаудағы өзгерістерді, яғни эмиссия көрсеткіштері, қалдықтардың пайда болуы, сонымен қатар су тұтыну нақтыланған. Солардың барлығын ескере отырып, әсерлерді экологиялық бағалау жүзеге асырылды. Экологиялық бағалау Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарына сәйкес орындалды. Яғни Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 71-ші бабының 4-ші тармағы экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулық. Яғни бұл нұсқаулықты Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар министрінің нөмірі 47-ші бұйрығымен шығарылған. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар министрлігінің қоршаған ортаға әсерді бағалауды қамту саласын айқындау туралы алынған қорытындыдағы ұсынымдар ескерілді.
Келесі слайдтан көріп отырғанымыздай, яғни тақырыбы зауыттың пайдалану кезіндегі атмосфералық ауаға күтілетін әсерлер. Яғни шығарындылар көздері, 65 шығарындылар көздері, оның ішінде 25 ұйымдастырылған және 40 ұйымдастырылмаған. Ластаушы заттар тізбесі, яғни атмосфераға жиынтықтың 12 тобын қалыптастыратын қауіптіліктің бірінші төртінші сыныптарына жататын 40 атаулы ластаушы зат түсетін болады. Ластаушы заттар шығарындыларының көлемі шамамен 1973 тоннаны құрайды. Оның ішінде 955 тонна штаттық жұмыс режимінде, 1018 тонна жөндеу жұмыстарын жүргізу кезеңінде бөлінеді. Сонымен қатар астындағы слайдта көрсетіліп тұр ластаушы заттарының шығарындыларының құрамы. Яғни барлық шығарындылардың 98%-ы 5 негізгі ластаушы заттарға келеді. Көміртек оксиді, азот диоксиді, көмірсутегі, азот оксиді, күкірт диоксиді. Келесі слайд. Атмосфералық ауаға күтілетін әсерлер, яғни ең үлкен әсер ету аумағы. Әсер ету аумағының ең жоғарғы радиусы 830 метрді құрайды, және ол санитарлық қорғаныс аймағы шегінде, яғни 1000 метр. Тұрғын аймақтағы, яғни Жаңаөзен қаласындағы ең жоғарғы шоғырлану, яғни концентрация, азот оксиді, диоксиді мен күкірт диоксиді жиынтығы тобы бойынша байқалады. Яғни 495 шектеулі жиынтықтан фондық шоғырлануды ескере отырып құрайды. Атмосфералық ауаға әсер етуді бағалау қорытындысы, яғни әсердің қарқындылығы, қаншалықты әсер болатындығы қалыпты, әсер ауқымы шектелген 379 километр квадратты құрайды. Әсер ету кезеңі көпжылдық, маңыздылық санаты орташа болып келеді. Су тұтыну, су бұру, яғни сумен жабдықтау көлемі су тұтыну нормаларына сәйкес есептелді. Сумен жабдықтау көзі Түйесу Жаңаөзен қолданыстағы ауыз су магистралдық су ағары болып табылады. Ауыз су қажеттіліктері үшін бөтелкедегі су пайдаланылатын болады. Сол себепте жергілікті су көздеріне су алынбайды. Көріп отырсыздар схемадан, яғни тұтыну бойынша, яғни су тұтыну, шаруашылық ауыз су қажеттілігіне, өрт сөндіру жүйесін сумен жабдықтауға, өндірістік қажеттіліктерге. Сонымен қатар су бұру, шаруашылық тұрмыстық сарқынды сулар кәріздік сорғы станциясына жіберіледі, және қысымды құбыр арқылы қолданыстағы магистралдық кәріздік желіге айдалады. Кейіннен шарт бойынша қолданыстағы қалалық кәріздік тазарту құрылымдарына жіберіледі. Өндірістік сарқынды сулар жиналады, және алдын ала жергілікті тазарту құрылымдарында тазартылады. Содан кейін қойнауқат қысымын ұстап тұру мақсатында қойнауқатқа айдау үшін шарт негізінде арнайы мекемелерге берілетін болады. Ластаушы заттардың рұқсат етілген төгінділерінің нормативтері белгіленбейді, өйткені жаңа зауытты пайдалану кезінде барлық сарқынды суларды шарт негізінде арнайы ұйымдарға беру жоспарланған. Қалдықтарды басқару, яғни алдарыңызда қалдықтардың түзілу көздері көрсетілген. Бірінші, технологиялық жабдықтарды пайдалану, қалдықтардың түзілу көздері, техникалық қызмет көрсету және жөндеу, сонымен қатар персоналдардың тіршілігі. Қалдықтардың түрлері, яғни қалдықтардың жинақталуының шекті мөлшері, зауытты пайдалану кезінде жылына 391 тоннаға жуық, оның ішінде жылына 219 тоннаға жуық қауіпті, және жылына 172 тоннаға жуық қауіпсіз өндіріс және тұтыну қалдықтары түзіледі деп күтілуде. Яғни өндіріс қалдықтары жылына 293 тоннаға жуық деп біз айтып кеттік. Пайдаланылатын майлар мен май сүзгілері, ластанған шүберектер және пайдаланылған қорғаныс киімдері, металл сынықтары және пайдаланылған жабдықтар, пайдаланылған сүзгі элементтері, пайдаланылған адсорбенттер мен катализаторлар, химиялық реагенттердің қалдықтары және ластанған құтылар. Сонымен қатар тұтыну қалдықтары, яғни жылына 98 тоннаға жуық, олардың ішінде аралас коммуналдық қалдықтар, қағаз және картон қалдықтары, пластик қалдықтары, сонымен қатар медициналық қалдықтар. Және қалдықтардың жинақталуы
жеке жинау, алаңдарды уақытша жинақтау, белгі қойылған контейнерлер, яғни сақтау мерзімі 6 айға дейін, 6 айдан аспау керек. Қалдықтардың түзілуін есептеу. Сонымен қатар барлық жиналған қалдықтар шарт негізінде арнайы мердігер ұйымға жіберіледі. Ықтимал әсерлер, яғни физикалық факторлар, зауыттың объектілерінің қоршаған ортаға ықтимал елеулі әсер етудің негізгі физикалық факторы шу болып табылады. Пайдалану кезінде шу көздері өндірістік жабдық, темір жол және автомобиль көлігі болады. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің санитариялық қағидаларына сәйкес, тұрғын үй аймағына аумағы үшін шудың нормативті деңгейі күндізгі 55 децибелді құраса, түнгі 45 децибелді құрайды. Шудың таралуын модельдеу нәтижелерін талдау келесідей нәтижелерді көрсетті. Яғни алдын ала расчет дейді, есептік санитарлық қорғау аймағында шекарасында 1 километрге тең шу деңгейі 34 децибелді құрайды, яғни нормативтен төмен. Өйткені біз 55-ті көрсетсек, 35-34 әлдеқайда төмен. Жақын тұрған аймақта, яғни 3-3 километр қашықтықта шудың деңгейінде нормативтік мәндерден төмен болады. Қоршаған орта компоненттеріне әсерді бағалау қорытындылары, яғни жүргізілген әсерді бағалау зауытты пайдалану кезеңінде қоршаған ортаға келесідей ықтимал әсерлерді анықтады. Атмосфералық ауа, ластаушы заттардың шығарындылары, газ тәріздес және қатты заттармен ластану. Су объектілері, жаңа айтып кеттік, ең жақын су объектісі Каспий теңізі, ол 60 километрден астам қашықтықта орналасқан. Жер үсті және жер асты көздеріне су алу жоспарланбайды, жер үсті суларына әсер ету күтілмейді. Жер асты суларына әсерлер гидродинамикалық режимнің бұзылуы немесе ластану түрінде пайда болуы мүмкін. Жер ресурстары мен топырақтар. Жаңа зауыттың аумағы өнеркәсіптік аймақ болып табылады. Яғни ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді бөлу қарастырылмайды. 41 гектарға жуық аумақты игерудің шартты шекарасындағы алаңда жаңа зауыт үшін жер бөлу жоспарлануда. Биоәр-алуандылық өсімдік және жануарлар дүниесі. Биологиялық ресурстарды пайдалану жоспарланбаған, мекендеу ортасының бұзылуы мүмкін, топырақ өсімдік жамылғысының механикалық бұзылуы, атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарылуы және алаңдаушылық факторларының әсері. Сонымен қатар табиғи орта компоненттеріне негізгі елеулі әсерлерді бағалау нәтижелері, яғни алдарында көріп тұрсыздар, әсерлер түрі, атмосфералық ауа, жер асты сулары, ластану, топырақ жер ресурстары, топырақтың ластануы, жер бөлу. Сонымен қатар әсердің маңыздылық санаты орташа, төмен, биоәр-алуандылық бойынша өсімдіктерге маңыздылығы төмен, жануарлар дүниесі бойынша, яғни физикалық факторлар маңыздылығы төмен болып көрсетіледі. Әсерлерді бағалау нәтижелері келесілерді көрсетті. Зауытты пайдалану кезінде орташа және төмен маңыздылық тұрғысындағы әсерлер күтілуде. Ықтимал әсерлердің ауқымы мен санаттарының өзгеруі байқалмады. Трансшекаралық әсер күтілмейді. Өйткені бізде трансшекаралық ең жақын орналасқан Түркменстан болғаннан кейін оның қашықтығы 400 километр екенін айтып көрді. Келесі жоба. Келесі слайд. Ықтимал әсерлер, әлеуметтік экономикалық аспектілер, яғни әсерді бағалауды жүргізу кезінде негізгі объектілердің бірі әлеуметтік экономикалық аспекттер болып табылады. Атмосфералық ауаның ластануы және шудың әсері халыққа ықтимал теріс әсер болуы мүмкін. Жүргізілген есептеулер мен модельдеу ауа мен шудың ластануынан халыққа елеулі әсер ету күтілмейтінін көрсетті. Оң әсерлер еңбекпен қамтуға байланысты болады, яғни жаңа жұмыс орындары құруы, яғни ашылуы, және персоналдың табысын ұлғайту, жергілікті халықтың әл-ауқатының артуымен және өмір сүру жағдайларының жақсаруымен сүйемелденетін болады. Жаңа зауыттың жұмыскерлерден басқа одан әрі зауытты пайдалануды қамтамасыз ететін кәсіпорындар жұмыс істейтін болады, яғни жергілікті кәсіпорындар. Зауыттың құрылысы өңірдің экономикалық және әлеуметтік дамуына мультипликативті әсер етеді.
жұмысқа тартылатын персоналдар міндетті медициналық куәландырудан және тұрақты медициналық тексеруден өтеді. Бұл жақын маңдағы елді мекендерде қауіпті жұқпалы аурулардың дамуын болдырмаудың алдын алады. Сондықтан жоспарланған қызмет іс жүзінде санитарлық эпидемиологиялық жағдайға әсер етпейді. Әлеуметтік экономикалық салада жергілікті мамандарды, материалдар мен қызмет көрсету салаларын тартудың, жергілікті кадрларды оқытудың, жаңа технологияларды игерудің, сондай-ақ бюджетте салықтар аударылатындығын ескере отырып, жаңа зауыттың құрылысы мен оны пайдалануда орын алатын жұмыстардан оң нәтиже күтілуде. Пайдалану кезіндегі табиғатты қорғау шаралары, яғни технологиялық шешімдер, қосылыстардың жоғары герметикалығы бар модульдік зауыттық жүйелерді қолдану, қолжетімді және экологиялық талаптарға сәйкес келетін заманауи жабдықтарды қолдану, жүйелердің герметикалық арттыру үшін дәнекерленген қосылыстарды қолдану, ұзақ уақыт апатсыз пайдалану үшін материалдар таңдау, қолданыстағы инфрақұрылым мен инженерлік желілерді барынша пайдалану, жабдықтарды қорғау және апатты болдырмау. Бұл жерде жабдықтар мен құбыр желілерін тоттанудан және артық қысымнан қорғау, бақылау, диагностика және уақытылы техникалық қызмет көрсету, алдын ала сақтандырғыш клапандар және алау жүйесіне авариялық төгінділер, газдар мен булардың жарылыс қаупі бар шоғырлануын автоматты бақылау, сонымен технологиялық процесті басқарудың сенімді және қайталанатын жүйесі, ағып кетуді жедел анықтау және жою, авариялық резервуарлар мен авариялық төгулерден қорғау көзделген. Атмосфералық ауаны қорғау. Жабдықтар жұмысының тиімді режимдері есебінен ластаушы заттар шығарындыларын төмендету, яғни бәсеңдету, көмірсутектерді тұту және технологиялық процеске қайтару. Алау жүйесінде авариялық төгінділерді қауіпсіз жағу. Су ресурстарын қорғау. Сарқынды суларды жинау мен бұрудың заманауи жүйесі, жерасты құрылыстар мен желілерін гидроизоляциялау және герметизациялау, ластанған сарқынды суларды жер бедеріне және су объектілеріне ағызуды болдырмау, су шығынын есепке алу және суды пайдалану тиімділігін бақылау. Қалдықтармен жұмыс. Қалдықтарды бөлек жинау, арнайы жабдықталған орындарда уақытша жинақтау, қалдықтарды мамандандырылған ұйымдарға беру, сонымен қатар қалдықтардың пайда болуын, сақталуын, берілуін және кәдеге жаратылуын есепке алу. Пайдалану кезіндегі табиғатты қорғау шаралары бойынша бұл жерде биоәралуандылыққа байланысты айтылады. Жобалау кезінде биологиялық әралуандылықты сақтау шараларына ерекше назар аударылды. Аталған жалпы табиғатты қорғау шараларынан басқа биологиялық әралуандылыққа әсерді азайтатын бірқатар іс-шараларды орындау көзделген. Яғни бірінші қолданыстағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтардан су қорғау аймақтары мен белдеулерінен алыс қашықтықта зауыт үшін алаң таңдау. Жаңа зауыттың Жаңаөзен қаласының өнеркәсіптік аймағында орналасады деп жоспарланды. Табиғи тіршілік ететін орындар ең төменгі дәрежеде тиесілетін болады. Зауыттың аумағында түнгі уақытта жарықты оңтайландыру. Жобада көлемді жоспарлау шешімдері әзірленеді, орын жайларды тиісті дыбыстық оқшаулау көзделеді. Жануарлардың өздеріне қауіп төндіретін объектілерге, яғни қалдықтарды орналастыру орындары, алау алаңы және тағы басқаларға кіруін болдырмау. Өндірістік учаскелерде жануарларды тартуға, тамақтандыруға немесе ұстауға жол бермеу. Қозғалыстарды шығару жүйелері үшін сөндіргіштерді пайдалану, жануарлардың қырылуының алдын алу және шаңдануды азайту мақсатында жобада автокөліктің жылдамдық режим бақылау. Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жөніндегі іс-шараларды орындау, зауыт аумағында жоспарланған көгалдандыруды жүзеге асыру, санитарлық қорғаныс аймағын көгалдандыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі. Сонымен қатар жануарларды аулауға және атуға тыйым салу. Өндірістік экологиялық бақылау. Яғни өндірістік экологиялық бақылау объектіні пайдалану кезіндегі негізгі табиғатты қорғау шараларының бірі болып табылады. Өндірістік мониторинг өндірістік экологиялық бақылаудың элементі болып табылады. Өндірістік экологиялық бақылау негізгі міндеттері деректерді жинау, тұрақты бақылауларды жүзеге асыру және теріс әсерді болдырмау, азайту және жою бойынша уақытты шаралар қабылдау. Мақсатында өндірістік қызметтің
қоршаған ортаның жай-күйіне әсерін талдау және бағалау болып табылады. Өндірістік бақылау келесілерден тұрады, яғни астында көрініп тұр: атмосфералық ауа, топырақ, жерасты сулары, биоаралуандылық, өсімдік яғни жануарлар дүниесі, сонымен қатар сарқынды сулар мен қалдықтар. Шешімдер, яғни қорытынды келгенде айтатынымыз, әсерді бағалау жұмыстарының көлемі заңнама талаптарына сәйкес келеді. Ықтимал әсерлер есебінде әсер етудің ықтимал түрлері талданып, экологиялық бақылауды, мониторингті ұйымдастыру бойынша ұсыныстар берілді. Қабылданатын жобалық шешімдер Қазақстан Республикасының экологиялық саясатының орнықты табиғат пайдалану талаптарына сәйкес келеді. Ықтимал әсерлердің ауқымы мен санаты өзгерген жоқ. Ықтимал әсерлер төмен және орташа мәндегі диапазонда болады, яғни ұқсас етілген шекті екендігін көрсетеді. Штаттық кезде пайдалануда экологиялық қауіпсіздікке сәйкестігі туралы айтуға мүмкіндік береді. Көзделген табиғат қорғау іс-шараларының кешенін орындаған жағдайда жоспарланған қызмет нәтижесінде туындайтын қоршаған ортаға әсер ету аудан экожүйесінің жай-күйіне және әлеуметтік экономикалық аспектілерге қайтымсыз зардаптар тигізбейді. Жобалық шешімдерді іске асыру белгіленген тәртіптерді сақтай отырып және келесідей шарттарды міндетті түрде орындау барысында мүмкін болады. Яғни зауытты апатсыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету, барлық қойылған экологиялық талаптарды сақтау, сонымен қатар өндірістік экологиялық бақылауды орындау. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Микрофон подключите, сейчас департамент экологии зададим вопрос. Им что Да. включалось, да? Нет, сейчас зададим вопрос, чтобы они ответили. Есть у них вопрос или предложение? Микрофон подключь. Что спите, блин? Мага стакап, айтарсыз, хорошо? Вопрос задаст, чтобы они ответили. Кто-нибудь говорит. Это? Басқа да сұрақтар, ұсыныстарыңыз болса, халықтан, департамент басшыларынан. Қоғам сұрақтауға табиғат ресурстар және департамент экология басып жатыр. Егер сізде сұрақтарыңыз бар ма, жоқ па? Саламатсыздар ма? Табиғи ресурстар басқармасында сұрағы жоқ. Департамент экология қосылмаған сияқты. Қосылдым, мен бармын. Саламатсыздар ма? Табиғат ресурстар сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, сұрағы жоқ менде. Департамент экология Маңғыстау бойынша Сұрақ жоқ. сұрақтар жоқ дейді. Басқа да сұрақ, ұсыныс ескертулер болмаса, қоғамдық тыңдауды белгісіз етіп тану жайлы дауыс беру. Қоғамдық тыңдауда қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Қоғамдық тыңдауды жабық деп жариялаймыз. Тағы да ескеріп кетейін деп едім, порталда ана қарап едім. Вы не записали бы последнее слово. Не сказали, она... Нет, я понимаю. Я же почему остановили запись? Потому что не закончилось. Не было на портале вопросов. Ну ладно.